Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі видеомыз бройлер жайлы болады. Мен осындай бройлер асырап жатырмын. Жақында келдім бройлерлерді. Семіз емес, орташа. Осыларды семіртіп, сойып жейміз. 3-4 айлық бройлерлер. Бұлардың алдынан жем үзілмейді. Үзілмеу керек. Мен бұларға өздерінің бройлерге арналған жем емес, кәдімгі жемдерді араластырып беріп жатырмын. Қазір оны көрсететін боламын. Бұлар тауық сияқты таласып жемейді да, асықпай жей деген. Міне мынау қораздарынандай. Тауығым мынау. Құрағаш. Үстілерінде бейіткене жоқ. Негізі бұлар балапандай ашқаннан бастап жақсылап жем берсе 2 айда дайын болады. Бұны семіртпей, жай өсіріп ұстап келген. Тәлістіп жей береді. Бірісі ұшып келеді да, қайтып кеп жей береді. Аяқтары міне қалың болады. Тауықтығына қарағанда. Үндіктігінен қалың аяғы. Бесеуі ма ұрғаш арасында қалған еркек. Біреуін сойып жедік. Ал енді мен қазір жемін көрсетейін, қандай жем беретінімді. Мен мынандай құрама жем, Азия Агрофуд деген әмбебап жем. Құстарға арналған әмбебап жем. Қаз, тауық, үйрек, күрке тауыққа беруге болады. 40 кило салмағы. Килосы 100 теңгеден 1 қап 4000 теңге. Мынандай гранула. Бірінші мен бұны суға жібітіп аламын. Суға су құйып жібейді, әрі ісінеді. Осына мынандай арпа қосып араластырамын. Арпа қосам, және кебек қосам. Кебек қосам. Осы жөн араластырып берем бройлерлерге. Күрке тауықтарға да осындай берем. Тағы біраз арпа кеп қойғам. Осыларды берем. Мынандай жақсы жемеген. Міне өйстіп бройлер асырауға болады. Қиын емес.
Işte асыраңыздар. Жақсы ет негіз. 3 кило. 3 килоға шейін, 3 килодан жоғары береді ғой бұлар. Ет. Семірсе. Ал енді. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Комментарий жазыңыздар, мен ол комментарийін оқимын. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге тырысамын. Ал сау болыңыздар.